Aşka varsan nege deme. Nege deme. Onlar dilinde tüm beat oluşunda вайды. Сосын бизнес хотел деші. Аха. Білмеймін, біз осында қонамыз, а? Bizim tam da bilmiyorum. Далардан первостепенно не... Это же нужно было совместить несовместимое, да? Ал Айгерім дипломмен ауылға деп. Сәкен, кел. Мен влог түсіріп жатырмын ғой. Я бола ма рұқсат па? Сущесін ба? Отыр. Біз осында отыр. Тамайды осы одан бастамайды вообще. Астанаға келді да, ана футболкасы. Демші анау с белого ничего не осталось сол кезде. Прикольно. Я думала, Причем как близнецы отсынар, а? туған күніне 7 майға беріп едік қой. Өмір бір рет, оны Шымкентте сүру керек деген ой еді ғой. А сен тестап дегенді көрмей тұрсың ба? Жоқ, мен көрдім, но басында типа соның несі деп ойлап тұрмын да, почему-то менің. О, это завтрак тебе? Без лука деген. Рахмет. И без мяса, да, тогда? Типа наказание, да? Бәсе мына шетіндегі пиязды көріп Неше андай бір нелер болатын еді ғой. Типа бірінші нан турау керек, сосын нан турау бар ма? Онда жоқ. Өзіміз бар. Қаралымға. Ух ты. Мынау, короче, қазы мынандай шиюмен. Деликатес. Кстати, осы жерде сөйтіп жасайды, я, по-моему, или қай жерде көрдім мен тағы? Қазы солай жасалады. Да, бізде өйтіп жасамайды ғой. Жоқ, сол негізі қазы Айтшы, соны қабырғаның тарихын айтшы. Мынандай тіл жіберейін ба? тарихын білмеймін, бірақ не. Мына қалай кеседі енді? Ладно, оны... Қазын соңын кеседі. Бағана кесе берсе. Бірінші етін Жаркенттің еті неге сондай танымал әлем бойынша? Өйткені Жаркенттің еті жусан жеп өскен малдың еті ғой дейді. Сондай ма шынымен? Жоқ, негізі шөпке байланысты ғой. Шөбі жақсы да? Шөпті жейді да, сонда пайдалы дейсің. Ең бір қасиеті бар шөпте. Көрейік дәмін деп. Жасып көрсін. Все риски просчитай деп па? Енді салайық. Соны айтам. Или бұл не ма, один прием пищи за день было ма? Это первое. Потом будет второе. Мынау Жаркентте осылай бізде лапша қылып істейді. Ну, не всегда, но бір виды, да? Андай тоже істейді жалпы. Оның аты қалай сонда? Просто кеспе. Андай лапша дейді. Бізде деп па? Жаркентский ет па? Ет па Жаркент? Мен айтам да, Жаркенттің лағман ханаларына бару керек деп. Ойбай. Шын айтам, қазыдан болса тағы. Уйгурский, истинно уйгурский. Иә. Сендер неге? Қаншада? Соңғысына екіде. Үйге алып қалыңдар ма? Как вкусно. Көп салмақ қой. Кейін добавка егер дәматсаң. Прям ет түрі Действительно. сүрленген не болып тұр ғой. Жусанды жеп өскен мал екен деп. Сезіп жатсың ба? Энергетикасын. Необычный формат, да? Бірінші жеп жатырмын кеспемен. Біз алдын келгенде қандай болды деп. Не помню. Жоқ, ол кезде Ет болмады, шай болды ғой. тойға неге мынандайды редко, по идее, ше, но просто тоже вариант как вариант. Созасыңдар ма? Огурцы прям.
ортасына кола салқын ба? А, наоборот, сон салқын емес па? Жоқ, мен наоборот салқын. Думаю, может, в холодильник убрать его? Я, ну, попозже, чтобы... Маған біреу қойып жіберші. Маған да. Просто примерно не... Я потому что я помню, ухожу деген читал я. Ол потому что жазған ғой, мен роддомға кеттім деп. Она такой типа интригу создала, как будто ол үйден кетіп бара жатыр. Да. Семьядан кетіп бара жатқан сияқты. Именно- Еще андай жазады да, и жоқ болып кетеді ғой 5-6 сағатқа. Я не знал, что вы знали, что, да, екіншісін күтіп жатырсыңдар. Я не знал, вот Слышала такое? я не слышал, не білмедім А, и екіншісін. поэтому все Я не өткен жыл. Это ғой. Нет, наоборот, сейчас уже неинтересно. Угадайте, что здесь написано было. Е өтініш емес. Welcome, е болды. Рахмет. Ну, деген жоқсың ғой, я типа ауыстырып алып екенбіз. Не демедің? Әйгерімнің қолынан шыққан бәрі. Талантты адам бәрінде талантты деп калькамен аударып отыр. Google Translate. Чат GPT. Жоқ, оны аша алмайсыңдар сендер. Сәкен бер. Сәкеннің эмоциясы ұнап отыр мен. Ол айтқым келмейді оны. Анпакингпен надо поработать. Надо практикам. Анпакинг. Болды, мынау керек емес енді. Давайте біреуін ғана ашайық. Бұлар не ма? По какому-то принципу бөлінген? Жоқ, просто. Ага, аш. Дұрыс. Мына жағын аша қойын. Мына астында қалып кетті, мынаның астында қалып кетті. Көтер? Ага, соны аш. Ой, молодец. Әкем, мынаны ашамыз. Давайте таңдаңдар, қандай түс керек? Қандай түс аласың? Сен сәкендер сасың. Жоқ, сені ал бірінші. Сен қызсың ғой. Біреуін ал. Сен қандай аласың? Күлгін? Мынау дружный класс ба? Ананы күші. Сен Орыс қыздар. осы бір прикол бар еді ғой, Әлібек орыс қызға ғашық деген. Біз қайда бара жатырмыз? Қастей. Әбілхан Қасиевтің музейі. Валерия. Астанада не ашылыпты ғой? Иә, мен түсінбей қалдым да, сұрайын андай деп. Қанша билет қанша тұрады? Блог үшін. Адам басына. Детский жоқ па? Тегін. А неше гид? Гид 500 теңге. 200? 500. Мына көрме залда туған жер тақырыбында Мұрат Шалғынбаев ағамыздың жұмыстары қойылып отыр. Атап айтсақ, Қастеев атамыздың туған жері Шежін ауылының көрінісі. Шежіндегі прикольно. Галереямызда, қорымыздағы құнды қалған картиналар сол алматыдағы Әтеліне прям андай фото. айфонмен түсірген сияқты. Бір фильтрмен. Назия деген қыздармен жанұялы отбасылармен түскен суреттері. Сәкен. Өзінің тағдыры туралы қиын болды дейді ғой тағдыры. Иә, шосына әкесінен айырылып, бала кезінде сол арман мақсаттарына жету үшін тынбай еңбек етіп. Сәкен тиіспейшіңдер. Біз қазір әулие ағашқа келдік. Қазақстандағы ең үлкен ағаш дейді. Қазір барып қараймыз. Әлбек. Бір-екі сөз. Бұл жер киелі болып санала ма? Бұл жерге келіп, адамдар өз армандарын, тілектерін айтып, кейін орындалады дейді. Ортада тұрған әулие ағаш па? Шынымен бәрі иіліп тұр, аха. Еще шеңберді жасап. Магнит болуы мүмкін, е?
барма. Аяғын батпақ қояды. Мама, не ондай? Как будто бірнеше ағаш бүйтіп Қосылып кеткен сияқты да. асты неге мынандай не? Глина? Топырақ осындай ма? Асқа кетпей. Былай ма? Как будто уже нужно, да? Сәкен барма қатты. Да. Кейбір бұлттар ағашқа ұқсайды келеді. Анаға үлкен бұл. Вау, мына қараған үлкен. Құлдықтан не жарады? До такой степени ауасы күшті да, что мен прям аз ұйықтасам да. Иә, иә. Я надеюсь, это сидели не тянет. Не знаю, не было, не варианты. Осы именно осы уақытта әдемі кетеді бұл жер. Цвет күннің несімен шығады. Golden hour ма? Теплое будет, уютное. Сәкинбе, ойнайық та Сәкинбе. Ойнайық, ойнайық. Түсіріп жатыр. Естелік болсын деп. Рұқсат болыңдар. Аларны көрсетіп алая сол. Сен ойнады, Қайтатын болсақ. Чек бар ма? Қабылдайтын шығар? Чек бар ма? Чек алған дұрыс болды. Жоқ, келіп дастарханға отырсайық, Қанат. Балалармен әңгімелесіп, бағана ішпедік енді, кел. Ішпесең де, ішіп алдық енді біз. Біз 6-ға дейін ішіп аламыз да. Не? Балаларын мына жеріне салып алады. Секре ма? Секіреді. Балаларын салып алады ішіне. Қандай ән? Ол. Кел. Диана, молодец.
мынандай күйеді ғой басқа туған күн болғанда неткенде мынандай басына пати болғанда мынандай басқа қыздар бүйтіп шығады ғой әдемі болып не ол мына жерде күйеді корова жоқ. не дейді Емшек дейді. Басқандай. Тоска. Соска дұрыс. Қане соска? Емізік қазақшасы. Кешке жатарда ауыздарыңды немен тазалайсыңдар? Тоска. ол білмейсің ғой басқа. Не ма? Жеткізген жоқпын. Бір жыл бола ма? Оқу. Бір жыл бола ма оқу? қазір сағат 5:00 дейді мынаның бәрін Төртте тұрғанбыз. Арасан жаққа жүгіріп қайтқанбыз. Таңғы бесте қаз жеп жатырмыз. 20 мың шаг жасап келді. Болады, иә, 6 жыл болады, бірақ апа өзі жинайды помидор. жоқ сол барайық Тұра тұр, мен саған беремін. Істемей жатыр ма? Қайтты ма екен? Оны жуамыз қазір. Эффект өсіп кетейін да. кім сияқты ма сәкен сияқты ма жасаңдар Жоқ түсірмей қойсың ғой. да Органично десе бұл. мысалы сен үйінде осылай істейтін бе едің деп қойсай не ол Қанатын тартты. ух ты Тауықтың қанаты ма? Бок? Я. Қайыр. Территория үлкен екен ғой? Үлкен алмашы оны. ал Қойлар чип. ойбай піс болды Сен ойланып сейчас перепрыгнешь. иә ей ой ой Мына жерде сулар бар ма? Табақтар бар ма? Астама, Нұрила, тиіспе. Бұл. Сипайсың ба Сәкен? Қойды? Сипап көресің ба? Дұға қуқады. Қорқа ма? Адам қолы кеуге бола ма? Не қада? Ну, жуас екен. опс Жуас деген. Ей, Сәкен ой істеме. Бұлар қазір не да? Байлау деген. И не қылып жатыр ғой? Бұлар только недавно привезли. Енді атқандай кетіп жатыр. Они только Деген білесің ба? басқа бір жақта. Это дети все. Подростки дейді ма? Кеше кім Примерно такое количество старших где-то. не тартқан шығар? күшті үйлерінде зоопарк бар екен ғой нури Қандай әдемі. аппақ па Қоғалар. Сәкен бері тұр, бері тұр, бері тұр, бері тұр. Сен ол теуіп жіберуің мүмкін. Несі ба? Шөп қой, шөп ат жейтін. Не ғой? Чисто медитация. Если повезет, андай не ат боласың. Дикий ма? Жоқ андай рабочий ат боласың да? әлібектің атасы мінген КамАЗ Да, кстати, машинадан кадр. да машинадан андай уютный нәрселер сонымен осы поездкада Айгерім мен Әлібек ең есте қалатын естелік не Иначе. жоқ я имела в виду қазақстанға келген триптан все равно иначе
Алмарасанға келіп, жаңбыр жауып кетті. Жаркент Арасан шипажайына келдік. За нашу дружбу бәріміз алып қойық бірге. Келіңдер. 30 плюс. Ой, сенікі ма? Кажется, жаңбырдан. Давайте. 1, 2, 3. Дәмі қызық, я? По-разному говорят, да? Как повезет, то это вас может. Ну, давай в этом место. Ну, это же. Не, надо не алдым, да? Потом мне Пиндодадан. Типа помбонярки. И вот это обошлось мне 23. Не? Это 50 штук. 60. 1480. Бір штук ма? Жоқ. Барлығы? Барлығы. Ничего себе. А мынаны прям не... Огородтан беріп атсыз ба? Жерде ешқандай химия жоқ, әңгіме сода. Ештеңе дәрігер жоқ. Смородинаның вареньесі. Көп нәрсе салатсыз ба? Күштісіне. Кішкентай. Рахмет, көп рахмет сізге. Сонша күтіп, еще сонша подарок. Рахмет екен. Ғалымдар кетіп жатыр. Өзім лагерьде жүргенде Сезінді ба? лагерьдің соңғы күні андай өте бір эмоциональный күн болатын еді ғой. Қайтқым келмей, бүйтіп жылап, сондай сезім болды. Бірақ андай да жоқ та, я, как будто толыққанда демалыс болды, я. 2 күн. 2 күн де емес қой, 1,5 күн, я. 1,5 күн, я. Просто сутка ғой. Я, 1 сутка ғой, я. Ну, впечатлением делимся. Соңғы бір сөздерің, может быть, Әлібек пен Әйгерімге Соңғы сөздер кетер алды. Болды, прям санаторийде жатқандай болдық қой, бәрі дайын, бәрі не, организовано. Это в очередной раз доказывает, что не локация решает, а люди. Да. Альбек такой, иос. Әйгерім бүкіл видеоларда бүйтіп артынан жүгіріп жүрді. Дана түріміз жаман түсіріп жатыр. Күшті, жоқ, күшті болып жатыр. Күшті ма, ұнады ма саған Жаркен? Ойлап қарасақ, осы жылы дұрыс демалмаппыз да ғой, ешқайда бармаппыз да. И осы 2 күн ең әдемі есте қалар демалыс болды да. Күшті. Слушай, қанша жыл андай прям бір жерге барып демалу деген не жоқ па бізде? Барсақ үйге барамыз Астанаға. Бұл жақта енді бәрібір квартира болғасын ондай нетпейсің да. Сезбейсің да, бір нәрсе ауысқанын. Ана жерде жүру деген күшті ғой. Менің арманым осы, менің огородым болса деп. Ферма болса деп. Да, кім ферма дейді ғой? Нүрила ма? Иә, атам фермаға кетті дейді ғой. Сондай. Біз Астанада Сәкенді кездесуге бір жерге барсақ, қалдырып келеміз, тойға барсақ та неге барсақ. Сәкен жап. Шай қойып жатыр. Шай құйып жатсың ба?
чаепитие жасап жатсың ба? Ал кеттік. Суда не жүзеді? Татақа. Тағы не жүзеді? Итбау. Тағы не жүзеді? А? Не жүзеді суда? Сен қумашы, Дима? Суда не жүзеді? Біз оны жейміз. Не жейміз? Суда не жүзеді? Балық. Балық. Бар ма идея? Кей-поп сияқты ғой тоже. Aşka varsan ne gidimi